Ол ұшаққа отырды. Кенет тфилин салынған сөмкесін күту залында қалдырып кеткені есіне түсті. Есікке бұрылып қараса, ол әлдеқашан жабылып қалған екен. Стюардессадан есікті ашуын өтінді. Әрине, ол жігіттің өтінішін орындаудан бас тартты. Даудамай басталып кетті. Жалынып та көрді. Ақыр соңында стюардесса оны ұшқышқа жіберді. Келіп ұшқышпен дауласа бастады. Біраз уақыттан кейін ұшқыш есікті 1 минутқа ғана ашатынын айтты. Үлгермесең, өз обалың өзіңе. Ол жүгіре жөнелді. Бірақ үлгермеді. Тфилинді ұстаған күйі қуана орнынан қозғалған ұшақты көзбен шығарып салып тұрды. Бұл Америкада болған еді. 11 қыркүйек. Екінші ғимаратты қиратқан екінші ұшақ болатын. Екінші нысанда адам шығыны әлдеқайда аз болды. Өйткені адамдар ғимараттан қашып шықты. Бастапқыда 2 ұшақта бір мезгілде соғылу керек еді. Бірақ кейінірек сарапшылар анықтағандай, стюардесса мен ұшқыш арасында туындаған дауға байланысты екінші ұшақ кешігіп қалған екен. Осы уақыт ішінде 5000-ға жуық адам сыртқа шығып үлгерген. Ал ол, ұшақтан қалып қойған азамат, айналасындағылар өзін айыптаса да, қолына тфилин қысып ұстап, әуежайда отырды. Ел оны өзін діндар адам ретінде көрсетті. Ұшақты бөгіді деп, не масқара деп жазғыра бастады. Жарты сағаттан кейін ол өзінің іс-әрекеті арқылы мыңдаған адамның өмірін сақтап қалған белгісіз қаһарманға айналады. Жарты сағаттан кейін өлімге асықпағанын түсінеді. Кейде жай ғана күту керек. Кейде жарты сағат, кейде шыдамдылық таныту. Әр істің бір қайыры бар. Сену сенбеу әрине өз еркіңізде.